Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен Караманова Гүлбану Молдабайқызы, Қызылорда облысы Арал қаласы нөмір 260 орта мектебінің оқушы жөніндегі орынбасарымын. Ұлт көсемі Ахмет Байтұрсынов қазақтың тағдыры келешекте ел болуда мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі деген мектебімізді таза һәм өз жанымызға үйлесетіндей етіп құру жолында білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары мен нұсқаулықтарын басшылыққа аламыз. Осы орайда бастауыш жалпы орта білім беру ұйымдарында мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларының талаптары мен ережелерімен таныстыратын боламын. Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы нөмірі 564 бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. Оқуға қабылдауды Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңға, осы қағидаларға, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ олардың негізінде әзірленген білім беру ұйымдарының жарғыларына сәйкес жүзеге асырылады. Білім алушылардың қатарына қабылдау білім беру ұйымының басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. Баланың немесе білім алушылардың ата-аналары немесе өзге де заңды өкілдері баланың немесе білім алушының тілегі, жеке бейімділігі мен ерекшелігін ескере отырып және қабылдау шарттарына сәйкес білім беру ұйымдарын таңдайды. Білім беру ұйымы бірінші сыныпқа қабылдау туралы бұйрықты ағымдағы жылы 25 тамыздан кейін шығарады. Бастауыш білімнің жалпы оқу бағдарламаларын іске асырылатын білім беру ұйымдары дайындық деңгейіне қарамастан білім беру ұйымы қызметін көрсететін аумақта тұратын барлық балалардың қолжетімділігін қамтамасыз ете отырып, 6 жастағы және күнтізбелік жылда 6 жасқа толатын балаларды бірінші сыныпқа қабылдауды қамтамасыз етеді. Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижелерін беру екі тәсіл арқылы көрсетіледі. Біріншісі электрондық үкімет веб-порталы және бастауыш негізгі орта жалпы орта білім беру ұйымдары арқылы қағаз түрінде жүзеге асырылады. Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі нөмірі 158 бұйрығының 9 қосымшасы негізінде жүзеге асырылады. Шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымына және кейін үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну мемлекеттік көрсетілетін қызметті кент, ауыл, ауылдық округ әкімдеріне мемлекеттік корпорацияға немесе портал арқылы осы қағидаларға екінші қосымшаға сәйкес шалғайдағы ауылдық елді мекендерде тұратын балаларды жалпы білім беру ұйымдарына және кері қарай үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, осы қағидаларға бірінші қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді. Мемлекеттік корпорациялық құжаттар топтамасын көрсетілген қызметті берушіге курьер арқылы жеткізуді бір жұмыс күн ішінде жүзеге асырады. Портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызмет алушының жеке кабинетіне мемлекеттік көрсетілетін қызметке сұрау салудың қабылданғандығы туралы мәртебе, сондай-ақ мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін алу күні мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі. Көрсетілетін қызметті алушы құжаттар топтамасын және қолданылу мерзімі өткен құжаттарды толық ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші өтінішті портал арқылы қабылдаудан бас тартады. Құжаттарды тексеру қорытындысы бойынша көрсетілетін қызметті беруші 3 жұмыс күн ішінде осы қағидаларға 4-ші қосымшаға сәйкес нысан бойынша жалпы білім беру ұйымдарына және үйлеріне тегін тасымалдауды ұсыну туралы анықтаманы немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді жауапты дайындайды. Жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі 158 бұйрығының 10 қосымшасы негізінде жүзеге асырылады.
Осы жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну, мемлекеттік қызмет көрсету қағидалары, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы 2013 жылы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының заңының 10 бабының 1 тармақшасына сәйкес әзірленді және жалпы білім беретін мектептердегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына тегін және жеңілдетілген тамақтандыруды ұсыну тәртібін айқындайды. Мемлекеттік білім беру мекемелерінде білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерге демалуы үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру, мемлекеттік қызметті көрсету қағидалары Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі номері 158 бұйрығының 11 қосымшасы негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі білім алушылар мен тәрбиеленушілердің жекелеген санаттарына қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерлерге демалу үшін құжаттар қабылдау және жолдама беру, мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген құжаттарды қоса бере отырып, осы қағидаларға 1 қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш береді. Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ұйымдарына денсаулығына байланысты ұзақ уақыт бойы бара алмайтын балаларды үйде жеке тегін оқытуды ұйымдастыру үшін құжаттар қабылдау, мемлекеттік көрсетілетін қызмет қағидасы, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 27 мамырдағы номері 223 бұйрығына 3 қосымшасы негізінде жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі көрсетілетін қызмет алушы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде өтініш, үйде оқыту бойынша ұсынымдар мен қоса дәрігерлік консультациялық комиссияның қорытындысы, көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде өтініш, үйде оқыту бойынша ұсынымдар мен қоса дәрігерлік консультациялық комиссияның қорытындысы, көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын құжаттарды талап етуге жол берілмейді. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі, қызмет көрсету мерзімі 2 жұмыс күні, құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 15 минуттан аспайды. Көрсетілетін қызметті алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 15 минут. Педагогтерге біліктілік санаттарын беру қағидалары Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы номері 192 бұйрығының негізінде жүзеге асырылады. Педагогтерге біліктілік санатын беру қағидалары педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы заңының 14 бабына сәйкес әзірленді және педагогтерге біліктілік санаттарын беру тәртібін анықтайды. Білім беру ұйымы жыл сайын 1 қыркүйекке дейін алдағы қаржы жылына біліктілік санаттарын берудің, растаудың перспективалық жоспарын жасайды және бекітеді, ол қажеттілігіне қарай түзетіледі. Білім туралы құжаттардың телнұсқасын беру, білім туралы мемлекеттік үлгіде құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы номері 39 бұйрығы негізінде жүзеге асырылады. Білім туралы құжаттардың телнұсқалары және оларға қосымшалар, одан әрі телнұсқа, жоғалған немесе бүлінген құжаттардың орнына, сондай-ақ өзінің тегін, атын, әкесінің атын болған жағдайда өзгерткенде беріледі. Құжаттың телнұсқасын беру үшін мыналар негіздеме болып табылады. Құжатын жоғалтқан немесе бүлдірген білім алушының немесе кәмелет жасқа толмаған баланың аты, ата-анасының, заңды өкілінің немесе білім беру ұйымы басшысының атына оның мән жайы баяндалған жазбаша өтініші. Білім алушының туу туралы куәлігі немесе жеке куәлігі, жеке басын сәйкестендіру талап етіледі. Тегі, аты, әкесінің аты өзгерген немесе білім туралы құжатты бүлінген жағдайда білім туралы құжаттың түпнұсқасы қоса беріледі. Білім туралы құжаттардың телнұсқасын алу үшін Қазақстан Республикасы азаматтары болып табылмайтын және электрондық цифрлық қолтаңбасы жоқ жеке тұлғалар өз бетінше білім беру ұйымына жүгінеді. Телнұсқа өтініш берілген күннен бастап 15 жұмыс күннен кешіктірілмей тегін негізде беріледі. Осы қағидаларды жүзеге асыру барысында
Жалпы білім беретін мектептерде ата-аналарға арналған егоп бұрышы құрылған. Яғни ата-аналар үйде егоп порталы арқылы өтініштерін өздері отырып толтыра алмаған жағдайда мектепте егоп бұрышы арқылы және белгіленген қызметкердің көмегіне сүйене отырып электронды түрде өтініш бере алады.